Сәлем достар, сіздермен мен Ақылы. Бүгін біз сіздермен күріш подливамен пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен барлық ингредиенттерін дайындап аламыз. Одан кейін табаны қыздырып, үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майымыз қызған кезде үстіне алдымен етті салып, қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Біз арасында осылай араластырып тұрамыз, жақсылап қызарып қуырылғанша. Етіміз қызарған кезде үстіне бір қасық соевый соус салып қуырамыз. Үстіне пиязымызды аламыз. Одан кейін сәбіз, болгарский бұрыштарын салып қуырамыз. Жақсылап араластырып, сәмізді жұмсарғанша қуыратын боламыз енді. Үстіне бір қасық томат саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Одан кейін үстіне туралған, осылай кубиктеп туралған картоп салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсы піскенше бұқтырып қоямыз енді. Барлығы піскеннен кейін тағы да азғана бұқтырамыз. Орташа отта пісіреміз бұны біз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне су салып, осылай жай отта бұқтырып қоямыз. Екінші жағынан біз қазанға енді күріш пісіреміз. Күрішіміз жақсылап жуып аламыз. Қазанға салып, үстіне су құйып, қатты отқа қоямыз. Қазір піскенін көреміз. Подливасы дайын болып қалды бізде. Тұз бұрышын саламыз, дәміне қарай. Күрішіміз жақсы қайнап жатыр. Су тартылған кезде астын жаймен қоямыз. Менде күріші дайын болды. Үстіне подлива саламыз. Дайын болған тамақтың үстіне ас көк саламыз, көк пияз саламыз. Біздің табағымыз дайын, ас болсын.